Баршаңызға сәлем, мен құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Менің бүгінгі рецептім жаңғақты өте жақсы көретін жандарға арналады. Бүгін десертке жаңғағы мол нан қосылған өте дәмді жаңғақты тарт дайындаймыз. Түпнұсқа рецептте пекан жаңғақтарынан дайындалады, бірақ грек жаңғақтарымен дайындасаңыздар да дәмді болып шығады. Алдымен қамырын дайындап аламыз, ұнға тұз және қант қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майды қосып, араластырып, қолымызбен екеп крошка жасап аламыз. Маргарин емес, дәл сары май қосуды кеңес беремін, сонда біздің пирогымыз сапалы, дәмді болып шығады. Ары қарай жұмыртқа қосып, араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтындай болу керек. Егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қоюларыңызды сұраймын. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, немесе бетін жауып, мұздатқышқа жарты сағат уақытқа салып қоямыз. Қамырымыз демалған соң, қамырды формаға жайып шығамыз. Қамырдың үстіне шанышқымен басып шығып, 180 градуста 10-15 минут уақыт пісіріп аламыз. Пирогтың қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ерітілген сары майға жұмыртқа және әсел қосамыз. Сондай-ақ қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене ұн қосып, тағы да араластырамыз. Массамызға алдын ала майдаланған жаңғақ қосып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. 10-15 минут уақыттай пісірілген қамырдың үстіне салып, жайып шығамыз. Салманың үстінен бүтін жаңғақтарды қойып, әрлеп шығамыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 40-45 минут уақыттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Пирогымыздың түрі өте әдемі, дәмі керемет болып шығады. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.